Сәлем достар, бүгін сіздер менен Тойбастар күйін үйренеміз. Көңіл қойып тыңдап алыңыздар. Достар, енді осы күйдің үйрену барысына көшейік. Мұнда ең бірінші қағыстармен таныстырайын. Мұнда бір төмен, екі жоғары қағыстар және алма кезек қағыстар кездесіп отырады. Бірінші күйді тез әрі шапшаң үйрену үшін оны бөлімдерге бөліп үйренген оңай болады. Мұнда кіріспе бөлімі және бірінші, екінші бөлімдерден тұрады. Қазір көрсетейін сіздерге. Кіріспе бөлімі төмен жоғары, сосын бір төмен, екі жоғары. Дәл осыны 3 рет қайталаймыз. Бөлінеді бір жоғары, екінші перне, дәл осыны тағы да қайталап шығамыз. Жаңағы кіріспені қайталаймыз. Бұны кіріспені бітірдік. Енді екінші бөлімде болайық. 7-ші пернеден бірінші саусақты басып, үстіңгі шекті 7-ші пернені жабамыз да. Кіріспенің екінші бөлімін ойнап шығамыз. Тағы да. Сосын кіріспенің өзі. Енді 14-ші пернеге барамызда бірінші саусақпен жауып, үстіңгі пернені ашық ұстап ойнаймыз. Мұнда тақырыптар қайталанып отырады, сондықтан күйдің қиындығы жоқ, бірақ әдемі естіледі. Осылай қайталап болғаннан кейін 9-ші пернеге түсемізде бірінші саусақпен жауып, 10-ші пернені бармақпен жабамыз. Перне 9, сосын 7-ге түсіп кетеміз. Осы жерде төмен жоғары,
бөлімі көрсетіледі. Сосын бағанағы кіріспенің жанындағы бөлімді қайталаймыз. Деп күй аяқталады. Әрбір бөлімді бөліп ютубты тоқтатып, қайталап сіз үйренетін болсаңыз, жақсы нәтижеге жетесіз. Сізге сәттілік тілеймін. Бізбен бірге болыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз.